қазақ халқының аяулы перзенті саналы ғұмырын қажыр қайратын бала тәрбиелеуге және халықтың ағарту ісіне арнаған ұлы тұлғамыз Ыбырай Алтынсариннің бюстін ашуға жиналып отырмыз. Әрине, ұлы тұлғаның 180 жылдық мерейтойына арналған игі шара деп есептейміз. Нұр-Сұлтан қаласында көптеген тұлғаларға, тарихи тұлғаларға ескерткіштер қойылып жатыр. Бұл өте дұрыс бастама, себебі тарихи сананы қалыптастырмайынша, тарихымызды түгендемейінше, онымен мақтанатындай дәрежеге келмейінше біз келешегімізді жасай алмаймыз. Міне бүгін біз Ыбырай Алтынсариннің бюстінің ашылу салтанатына келіп отырмыз. Бұл мектептің алдына қойылуы заңдылық. Өйткені Ыбырай Алтынсарин қазақ даласындағы тұңғыш мектептерді салып типті түрде. Сонымен қатар мектеп салдыртып қана қойған жоқ, соның ішіндегі бағдарламасын жаңаша ұйымдастырған, жаңаша білім беру бағдарламасын енгізген үлкен ғалым, ағартушы.